Онда бүгінгі күнді жазыңыздар. Ақпанның 17-сі менің арманым. Еркін тақырыпта шығарма жазасыздар. Жазып отырсыздар ма? Жазамыз. Уақыт болды, жұмыстарыңызды жинаңыздар. Мұнда қойыңыздар. Сау болыңыздар. Әке, шахмат ойнайықшы. Баш балам, өзім ойнай берші, уақыт жоқ. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами на комплексе трамплинов «Русские горки» и присутствуем в историческом моменте. Именно сегодня впервые разыгрывается комплект наград на трамплине женщин. Совсем недавно это называлось просто женские прыжки на лыжах с трамплина. То есть, дескать, это не просто прыжки на лыжах с трамплина, а вот такие специальные женские прыжки, которые радикально отличаются от мужских, тем, что они, дескать, поскромнее, поближе, ну и вообще слабый пол и все прочее. Но сейчас все совсем изменилось. И сейчас финал в борьбе за олимпийские награды, финал, в котором участвует представительница России Ирина Лакумова. Пока еще не добралась она до своего максимума в первой попытке. Гүлназ, не болды? Неғып жылап отырсың? Немене тарсыдаған? Но некоторые то ли перегорают на этом соревновательном фоне, то ли чрезмерно. Менің арманым, Алла тағала мені телефон қылып жіберсе екен. Мүмкін сол кезде маған менің ата-анам көңіл аударар. Телефондарына қарағандай, маған да қараса ғой. Мені де солай тыңдаса ғой шіркін. Мен анамның еркелеткенін сағындым. Ал әкешімнің мойнын асылып ойнамағанымызға көп болды. Анашымның экранды сипалаған алақаны менің бетімді қашан сипар екен. Я Алла, мені телефон қылып жіберші. Ата-анамның жылулығын сағындым. Бұл қай бала жазған? Бұл біздің бала. Балам! Кешірші бізді, балам.